Аудан әкімінің шыршасы бұл әрбір жыл сайын өтетін мерекелік іс-шаралардың бірі. Жаңа жыл мерекесі Шу және Меркі ауданында өтті. Оған аудан әкімдері қатысып, бүлдіршіндерге мерекелік көңіл-күй сыйлай отырып, сый-сияпаттарын табыстады. Шу ауданы әкімдігі білім бөлімінің ұйымдастыруымен өткен мерекеге көп балалы отбасынан шыққан балақайлар, оқу озаттары мен үлгілі оқушылар арасынан таңдалған 100-ден аса бала қатысты. Атаулы жасыл шыршаға Шу ауданы әкімі Бақытжан Жәнібеков қатысып, құттықтау сөз сөйлеп, балаларға сыйлықтарын табыс етті. Ең бастысы мынау, әке-шешенің, ағайын туыстың, еліміздің амандығы, өздеріңе тек жақсылық тілеймін. Үздік болыңдар, тек жақсылық болсын. Мынау келе жатқан 25-ші жыл, 2025 жылымыз берекелді, мерекелді болсын. Барлық ата-анаға, ағайындарға бәріне рахметіміз тағы да айтамыз. Құтты болсын, берекелді болсын, шын жүректен құттықтаймыз. Меркіде мереке жаңа жыл республика төрінде тақырыбында өтті. Оған аудан әкімінің орынбасары мен ауданның бірқатар мектептерінен келген оқушылар қатысты. Шыршада балаларға арнайы концерттік бағдарламалар, көңіл көтеретін ойындар, ертегі кейіпкерлерінің қатысуымен қойылымдар көрсетілді. Кел жаңа жыл республика төріне атты шыршасына қатысып отырмын. Мен бұл шыршада өзімен жасты достар және де жаңа жылда келетін Аяз атадан өте керемет сыйлық алдым. Сонымен қатар біз бүгінгі жылда ән айтып, би билеп, өте көңілді күн өткіздік. Бұл күн есте қаларлықтай болды. Мерекелік кешке балалар әртүрлі көздің жауын аларлық образдарымен келді. Мерекелік кештің басты қонағы Аяз ата мен Ақшақар да балаларға ерекше көңіл-күй сыйлады. Аяз ата бүлдіршіндермен қызықты ойын ойнап сыйлықтар таратты. Жалпы әкім шыршасы аудан тұрғындары үшін жыл сайынғы маңызды әрі көңілді оқиғаға айналды. Ол балалардың ғана емес, барлық отбасы мүшелерінің есінде ұзақ сақталары сөзсіз. Нұрдәулет Мұса, Махаббат Құсайын, Эльдар Түстікбай, 24 News.